Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабатулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Шарм-эль-Шейхке бет алған ұшақ Ақтөбеге шұғыл қонды. Бүгін таңғы сағат 4:32-де Шарм-эль-Шейх Астана бағыты бойынша ұшатын мысырлық Red Sea әуе компаниясы Boeing 737 ұшағы Ақтөбе әуежайына шұғыл қонды. Ұшақ портында өрт шықты деген күдікке байланысты экипаж Ақтөбе әуежайына қонуға шешім қабылдады. Бортында 184 жолаушы менен 10 экипаж мүшесі бар. Ұшақта Ақтөбе әуежайында медицина қызметкері бар жедел құтқару жасағы күтіп алды. Ұшақ экипажының мәліметінше өртке қатысты күдік расталмады. Жолаушылар арасында денсаулығына шағымданғандар болмаған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.